Арқаның алтын тәжі Қарқаралыға да келіп қалдық. Бүгінгі хабарымды дәл осы жерден бастағым келіп тұр. Жасыл орман, табиғат көріністері көз сүйсінерліктей. Қараңыздаршы. Малқарағайдың әдемі табиғатын көрдіңіздер, олай болса біз ауылтаймыз хабарымызды бастаймыз. Бұл жолы Қарқаралы ауданы Темірші ауылдық округіне де келіп қалдық. Енді бұл жерде екі ауылды түсіре өтеміз, оның бірі орталығы Татан және де Қарағаш. Біз бастаймыз, кеттік. Қайрат Ақсақал, енді айтыңызшы, жалпы мынау Темірші ауылдық округі жалпы қалай құрылды, алғашқы атауы қандай болды? Енді әріден бастайтын болсақ, ең алғашқы колхоздастыру кезінде бізде екі колхоз болдық. Ең алғаш 28-ші жылы жаппай колхоздастыру кезінде Қарағаш, Жарбастау деген екі колхоз болды. Қарағаш колхозы болды. Жарбастау деген колхоз, мына жақта Айнабұлақ деген елді мекен бар. Сол жерде кейіннен Айнабұлақ деп аталды. Енді ол жердің аталу себебі жаңа Қарағаш деп, мына біздің Темірші тауының батыс жағында Қарашоқы деген тау бар. Соның маңайынан анау сайдан бері қарай құлайтын қалың ағаш болатын, сол жерді Қарағаш дейтін. Сол Қарағаштың төменгі жағында, ағаштың бітер жағында ауыл отыратын, ол уақытта жайлауда, шөп шабу науқанда бәрінде кигіз үйде отырады ғой, елдің бәрі. Сол жерде отырғанда колхоздастыру кезінде халықты жинап, сол жерде колхоз ашылған екен. Ең алғашқы колхоз құрылғанда атын Қарағаш деп жердің атымен қойған. Екінші Жарбастау деген жерде де сол Жарбастау деген бұлақтың бастауы еді. Аты Жарбастау. Кейіннен екі колхоздың басын қосып, екі колхозды бірақ қана Қарағаш атауы қалды. Жарбастау мен Қарағашты. Бұл 1940 жылы. Соғыстың алдында. Бірақ Қарағаш болды. Сол Қарағаш колхозы одан кейін 55 жылға дейін Қарағаш колхозы болып тұрды. 55 жылы үкіметтің қаулысы шығып, колхоздарды ірілендіру деген. Сол кезде бізді Қарағаш колхозына апарып, Совет колхозына қосты. Мына қазіргі Қасым Аманжоловтың Аққора деген бөлімшесі ғана бар қазір. Сол кезде сол Аққора деген жер Совет колхозының орталығы болды. Біз соның бөлімшелері бұлай фермалары болдық. Қарағаш, Жарбастау екеу. Екі фермасы. Содан 55-тен 7 жыл солай тұрдық. Одан кейін 62-ші жылы ең алғашқы совхоз құрылысы басталды ғой. Бірінші совхоз Жамбыл совхозы құрылды. Сол Жамбыл совхозының қарамағына жіберді. Біздің Қарағаш, Жарбастау екеуі, Қарағаш 8-ші бөлімшесі, Жарбастау 9-ші бөлімшесі болдық. Жаңағы Жамбыл совхозының. Сонда 2 жыл. 62-ден 64-ке дейін. Содан 64-ші жыл жеке өз алдымызға Еңбек деген совхоз құрылды 64-ші жылы. Қазіргі тұрған жері сол Татан деген елді мекенде Еңбек совхозының іргетасы қаланды. Сол жерде жаңадан үйлер салына бастады. Содан мінекей 60 жылдан асты Еңбек совхозының. Қазір енді Темірші ғой. Қазір енді ал енді Темірші деген атау. Темірші деген атау қайдан алды дегенде бұрын енді ертеден Семей губерниясы Қарқаралы уезінің Темірші болысы деген болды. Темірші болысы. Осы Темірші болысының өзінде 12 ауыл болды. 12 ауыл. Соның ішінде 10-шы, 12-ші ауылдар біздің ауылдар еді осы. 2 ауыл болдық. Енді жаңағы Темірші деген атау содан бастап таудың атымен аталған ғой. Енді кейіннен келе Теміршінің ауылдық округтың аты Темірші болды. Ертеде Ақтайлақ ауылдық округі болды, селолық совет дейді ғой ол уақытта. Содан кейін Теміршіге ауысты, Темірші селолық округі деді, кейіннен қазақшалап Темірші ауылдық округі болды. Мінекей мұның құрылған тарихы осы. Дәл қазір нөмірі 28-ші негізгі орта мектепке келе жатырық. Мектептің тарихы 101 жылды құрайды. Енді дәл осы жерде алғашқы кезде мектеп оқыған ата-әжелеріміз күтіп отыр. Қазіргі таңда 70-80-де, енді өздерінің сол кездегі балалық шақтарына саяхат жасап көрейік. Ата-әжелермен сұхбат құрамыз. Кеттік. Анасын кейде мектепті балалық шағында
кішкене ойланасың, осында жүрдім ау, шапқыладым ау, балалармен ойнап күлдім ау дегендей әсер, жақсы бір жеңілді, бір көтеріңкі әсер адамның бойын билейді енді ол рас. Мен 8 жылдық мектепті зорға дегенде бітірдік қой, біз бітірейік деп отырғанда 8 жылдық болып кетті, бұрын 7 жылдықтан, ойбай, тағы бір жыл оқимыз ба деп әйтеуір әупірім деп. Содан техника келе бастады колхозға. Менің ынта жігерім техникаға ауып кетті. Содан 8 классы бітіргеннен кейін мен тракторға отырып кеттім. Содан бері қарай пенсияға шыққанша тракторден түскен жоқпын ғой. Сол менің оқуымның бары да, бәрі де сол. Мен 1 класс пен 2 класты мына Абыландағы, жаңағы айтып отыр ғой, Абыландағы мектеп, мен сода Тәттібек деген мұғалімнен оқып кеттім. Мектепте сабақ сол, одан кейін мені сол 50 жылы шешем нағашымның қолына жіберді Қарағандыға. Қарағандыда мен 7-ші мектепте Жамбыл мектебі болды, Кастенкеге таяу болдық. Зағырдың көше ол уақытта ылғи тоқал үйлер салынған. Нағашым сол жерде, сонда тұрып, мен 7-ші класты сонда бітірдім. Жақсы бітірдім, әр қарай қатты оқуым келді. Бірақ анашым оқытпады мені, өзі ауру болды, жел ауру болды. О кісі де өзі көзі ашық кісі болды. Енді өлерінде менен кешірім сұрады ғой. Жаным, құлыным, мен сенің оқимын деген оқуыңды оқытпадым ғой. Сен мені кешір деді. Анашым әр қарай оқытса, мен мүмкін оқып кетермедім. Жақсы, сабақты өте жақсы оқыдық. Бір класста 30 балаға таяу бала болады. Ол уақытта бала көп болды. Сонда 3 қыз, үшеумізде керемет оқыдық. Партаға отырған сәтте мектеп кездеріңіз еске түсіп жатыр ма? Ой, түсіп жатыр. Онда керемет сөңке барым, ашып біреуді ұрамыз. Нелерге қойып біреу түсіп жатады. Бізде бір керемет ручка бар ма қазір? Әлгі біреу қаламсап, сонымен жазамыз бірде, бар бірде жоқ, айтып солай оқыдық. Осы ауылдан бітірдім, сонсын Жамбыл мектебі бар ғой Қарағандыда. Сонда оқып жүргенде 8-ші класты. Шешемнің бауыры, жалғыз бауыры, оның әйелі бір күнде қайтыс болып, содан кейін мен ауылға қайттым, анау әкем, шешесі өзі адасып өле ме, жын соғып кете ме, баламды босатыңдар деп мектептен босатып алды. Содан кейінгі өміріміз енді осы шаруашылық. Жамбылда айттым ғой жаңа. Аллаға шүкір, балалы шағалы өміріміз. Тәуба деймін. Осы теміршінің тумасымын. Асқар мырза, жалпы енді 101 жыл тарих бар мектеп деп жатыр, е? Енді осы мектеп туралы кішігірім айтып кетсеңіз. Мектеп 1924 жылы Кеңес одағы алғаш құрылғаннан кейін сауатсыздық жою пункттер ашылған ғой. Соның бірі болып, қалып берген сайында 2 класстық сауатсыздық жою мектеп ашылған. Алғашқы ұстазы Тіленшин Қамаш және Әлжанов Бостан деген кісілер сабақ берген. Ол кезде 50 бала қамтылған. Содан кейіннен ол мектеп 28 жылдары конфеске басталды. Онан кейін ашаршылық келді, 2 жылға жабылып қалған мектеп. Соның 36 жылы Абылан қыстағында 7 жылдық мектеп болып құрылды. Онан кейін 52 жылы қазір осы Қарағаш басына 7 жылдық класс, 14-ші 7 жылдық классы болып мектеп болып ашылды. А қазір ғимаратымыз 72 жылы пайдалануға берілген. Бұл 75 жылы. Бұл мектепке де 50 жылдан асты. Осы тұрған. Бұл жерде міне жаңа алғашқы ұстаз, мектептің алғашқы ұстазы әрі директор болып тағайынған Тіленшин Қамаш деген кісі. Одан кейін бізде көп екен, е? Онан кейін мұғалімдер, мектеп директоры. Мектептің директорлері бол, мына жерде міне Сейдіғали ақсақал тұр, Тәттібек ақсақал, біздің аталарымыз. Сонан кейін Әлжанов Бостан жаңа алғашқы ұстаздың біреуі. Сонан кейін Күзенбай, Шайекин Күзенбай не болған, директор болған. Және ерекше атап өтетін мына жерде міне Даудырық Елизавета деген географына. Бұл кісі
соғыс кезінде Украинадағы немістер жер аударды ғой. Иә. Сол кезде осы кісілердің отбасы біздің ауылға келген. Мына кісі осы жақта қазаққа тұрмысқа шығып, 9 баланы тәрбиелеп дейді. бәленбай жыл мектепте мына жерде жаңа мектеп салып дедік қой сізге. Сол 14-ші нөмірі мектепте интернатта полын жуған, әрі интернаттың балаларының нанын салған, пешін жаққан бәлем. Және сөйтіп жүріп 9 баланы өсіріп жеткізген. Керемет. Осы мектепке мұғалім болмаса да еңбегі сіңген адам. Ағыбай ақсақал, енді бағанада мектепте айтып жатырмыз Абылан деп, иә? Енді Абылан деген жерге келіп отырмыз. Бұның аталуы қайдан шыққан? Содан бастайықшы. Атауы өте ертеде біздің әкелерімізді осы жерлерді жоңғарлар басып апты ертеде. Жауынгер халық қой. Содан басып алғанда кейіннен біраз меншіктеніп отырып қалған. Сосын Қабанбай бар, Бөгенбай бар, Абылай қосылады, басқа да әскерлер қосылады да осы Қарқаралыдан бергі төңірек жерді жоңғарлардан тазартамыз деп кеп осы жерден тазартыпты дейді жоңғарларды. Сонда 3 ата бай, керемет байлар қалып қойыпты екен осы жерде. Біз соғыста ешқандай қатысымыз жоқ, бейбіт адамбыз, мал жай береміз, отыра береміз, ел боламыз деп. Содан қалғаннан кейін жоңғарлар кетті, жаңағы 3 бай қалады. Бір күні біздің әкеміз, негізгі 7-ші әкеміз ер деп аталатын. Одан кейін ердің баласы Бәйтөре деген кісі. Сол Бәйтөре бір жақтан жолаушылап келе жатса, осы Абыланға ма бұлардың жайлауының үстіне кездесіп қалады. Балалар шуылдап жүр дейді. Ойбай, Бәйтөреміздің келе жатыр екен деп шуылдапты. Оны ол кісі естіп қойған, құлағы керемет о кездегі сақ. Сосын ежелгі дұшпан ел болмайды, мыналарды қуыңдар деп. Бір күнде барлығын былай күннің шығысына қарай қуып тастапты. Осы жерде мектеп болған, алғашқы 1-ші, 2-ші сынып. Ең бірінші әгі сауатсыздықты жою деген шықты ғой. Сол кезде біздің теміршіге кімде қандай үй бар, жақсы үй болса, сол үйді алып балаларын оқыту керек, сауатсыздықты жою керек деген шығады ғой. Сол кезде тәуір үй осы мына Қалықберген Қоспан деген кісінің үйі. 2 бөлме ме, 3 бөлме, соның тақтайды асты үйі болған. Соның бір бөлмесін босатып бала оқытуға берген екен. Хамза ақсақал, айта беріңіз ал. Жидебай деген әкемізден Қалықберген деген туады. Баласы Қалықбергеннен 3 ұл туады. Қали Испан Іргебай деген. Испаннан ұрпақ жоқ. Қалидан Қоспан деген кісі міне. Бұл кісі оқиды, көзі ашық. Жағы алғашқы сауаттандыру, сосын артельдестіру, колхоздастыру деген ғой. Алғашқы артельдестіру кезінде ұйымдастырады ғой. Содан бұл кісі Наварда үйі жаңағы 2 бөлмелі үйі, алдында 1 бөлмесін босат, кейінен үйін толық босатып беріпті. Сонда 50 шақты бала оқыпты. Енді мына жерде ағашқа тоқталыңызшы ақсақал. Содан енді бұл ағаштың мәнісі мынау енді үй ғой. Бұл үйді 64-ші жылдары бұзды. Біз онда жаспыз. Мынауардағы үйді бұзғаннан кейін мына осындай тақтайлы үй болған. Мынауарда жаңа қыстақтың қасында мынадан кейінгі мектеп болған 7 жылдық. Тақтай мынаның арасына ойылып салынған ғой, мынау шақ, мынау сырт төбесі. Қашалып. Содан елдің бәрі бұзып алып отқан, мен бала болсам да, мынадан жас болсам да, атамның үйі қойдып, мынауардың бәрін бұзып алды елдің бәрі түгел. Онда жаппай үй салып атты Қарағашқа. Мынауардағы мектепті де бұзып алды. Соң мынадан 3, соң анады мектептен 2 мәтке апарып қойып қойған бұл. Мен жоқта 2-ін бұтап тастапты. Мынаны сонысын апардым мен аңғи қораға тығып жүрдім ішіне. Етпей айтып ескертіп. Татанға барғаннан кейін гаражын ішіне тығып қойған. Тағы жауып тастар деп. Мынандай салам деп мен осы ұйықтасам оймаған жоқ. Бірақ қалай екенін білмеймін. Алла тағала шығады. Мен ана осы ағашты маған ұстатпа енді. Балаларға да айтыр. Мынау Қоспан атаң алғашқы мектеп ашқан. Сол кісінің үйінің төбесінің мәткесі. Мынаған ие болыңдар. Содан кейін мектепке тапсырған үйлері табылды, қағаздары тапсылды. Содан былтыр этнограф бір жігіттер келді да, осыларды қозғап, мектептен қағаздарын алып, бір кітап шығарамыз деп басып жатыр енді.
Осы жерде үй болды. Үй болды. Түгел осы мына осының бәрі түгел біздің әулетіміз болған. Енді қазір осы туралы немерелеріңізге айтып жүресіз ғой барлығын. Енді былтырдан бері халық болып жиналып жатыр ғой. Мына ауылдың әкімі келді, жаңа қайраттар айтып жатыр. Немерелерім бәрі алып көп келіп жатыр енді. Айтып жатырмыз енді. Айдос мырза, туған жерге туыңды тік деген әдемі сөз бар, иә? Жалпы сіздің еңбегіңізді естіп жатырмыз. Енді, мысалы, Қарағаш сіздің туған жеріңіз, иә? Яки ата-бабаларымыз туған жер. Туған жер. Енді 180 миллионға осы елге көмек болсын деп, әр үйдің ішіне дейін суларын тартып бердіңіздер. Осы ауылға келгенде 100 жылдық болды. Сол 100 жылдық болған кезде, мектептің 100 жылдығы болған кезде қарасақ енді ауылда естіп сөйлесеміз ғой, сөйлескен кезде су аш су ішіп отыр екен де, елдер жерден құдықтан алып 1,5 метрден шығады, аш су ішіп отыр екен де. Соны ойлап өзіміз әр жақта таза су ішіп отырып, ауылымыздың ақсақалдары, үлкен қариялар, аналарымыз, бауырларымыз енді аш су ішіп отырғанда өзегіңді өртейді ғой. Соны өзі ойлап, сол жерде былтыр тартып береміз дегенбіз. Содан былтыр материалдарын алып, үлгермей қалдық. Содан биыл бір айдың ішінде тартып бердік қой. Аллахтың қалауымен 2 километр 110 трубамен кальцевать етіп, 2 километр абонентский дейді, үйлеріне дейін кіргізіп бердік. Одан кейін халықтың әсері қалай болды? Қолдауы, су кірді әр шаңыраққа. Су кіргенде әр енді қайырымдылықты біз енді бір осы 10 жылдай болды ғой, біз қайырымдылық іспен айналысамыз. Бұны ләззаты бөлек та. Оны әркім істеген нәрсені уже біліп алғанбыз. Жылда ауылға көмектесіп тұрамыз, 100 тонна көмірдеп жеріп тұрамыз. Сонда біліп алғанбыз ғой әсерін. Алғыспен өсуге болады. Иә, алғыспен Алла тағала өзі істеген нәрсені 1000 есе қайтарады ғой. Ниет дұрыс болу керек та. Қателеспесем, сіз Татан ауылына мешіт салдыңыз, иә? Иә, мешіт салдық, иә. Бірақ сіздің жаныңыз спортқа жақын еді. Енді спорт кешені жоқ. Спорт кешені сол арманында бар енді. Аллахтың қалауымен енді әр нәрсе өз уақытысымен ғой. Мешіт салдық, су тарттық, ойда жоқта. Сауапты істер ғой, енді сол енді мектептің сол енді спорт комплекс қой. Сол арманда бар енді. Негізі болашақта саламыз деген ой бар. Ал құрметті ауылдастар, міне бүгін біздің ортамызға кешегі сіздердің ауылдарыңызға өз қаражатына су тартып берген Айдос бауырымыз келіп отыр. Енді осындай игі ішті екінің бірінің қолынан келмейтін дүние. Өйткені өзінің қаражатына әрбір отбасының үйіне дейін кіргізіп берген суы бүгінгі игілікке пайдаланып отыр. Сондықтан аудан әкімінің құрмет грамотасы бар. Соны бүгін осы сіздердің орталарыңызда Айдосқа табыс етуге рұқсат етіңіздер. Қарқаралы ауданы әкімінің құрмет грамотасы ауданы қоғамдық саяси өміріне белсенді қатысқаны, жаңа Қазақстан қоғам құру ісіндегі жеке еңбегі үшін Ақшонтаев Айдос Жазитович марапатталады. Еңбегің жемісін көр. Сонымен қоса ауыл әкімінің мынандай құрмет грамотасы қабыл бол. Қарағаш ауылында жалпы ауданға, республикаға, облысқа танымал болып жүрген Абайдың 180-ден аса өлеңін жатқа білетін Абылай Дүйсен де осы ауылдан шыққан. Биыл ғана 11-ді бітірді, бірақ республикалық, тіпті халықаралық дәрежедегі байқауда Абай оқуларын оқудан 3-ші орын иеленген. Дәл осы ауылға кеп тұрып, Абылайдың да шаңырағына соғып кетеміз. Абай өлеңдерін тағы бір тыңдайық. Жүріңіздер. 5-ші сынып оқып жүрген кезде осы бастадым. Ақбарал Сәкенқызы сол кісі менің жаңа өлең жаттағандарымды былай байқап сырттан. Сосын мені жаңа неге шақырды осы Абай оқуларына қатысуға. Бірақ оған дейін де жаңағы басты іш пән мұғалімі әкемді андай өтірік өлеңдер жаттатқызып, солай басталған бәрі. Одан кейін осы Абайдың өлеңімен ең алғаш қатыстым. 2019 жылы аудандықтан 1-ші орын алдым, бірақ облыстықтан орын алмадым. Солай бастап кеттім, 80 өлең жаттадым, одан 120 өлең жаттадым, 160 өлең, поэмалар қосып, солай. Қазір 190-ға жуық өлең жатқа білесің. Енді бұл балаға не береді Абай өлеңдерін жаттау сен үшін?
мысалы биыл 180 жыл деп жатырмыз, иә. Абай оқуларына қатысушылардың қатары көбейіп келе жатыр. Иә. Бұл балаға не береді дегенде ең алғаш кішкентай кезінде ол өлеңді жаттағанда түсінбейтін мүлде. Тек жаңағы текст дейді ғой. Текстін жаттап аласың, сол жүре бересің. Кейіннен байқасаң, әр нәрсенің қара сөздің өзін жаттағанда бір оқығанда ешқашан түсінбейсің қара сөзді. Жаттайсың, 10 рет оқисың, 20 рет оқисың, сол кезде жаңағы әрбір сөз ол жеке мағына болып келеді. Солай түсінесің. Өмірлік не жаңағы ұстанымыңды өзгертесің, бос күлкі деген сияқты нәрселер бар. Тыйылады, иә. Енді бір өлеңін Абайдың оқып берші бізге, өзіңе жаныңа жақын. Абай мен өзі ылғи осы бір өлеңін жақсы көрем. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Ішім толған өмір сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін түгендірмей. Өлең шіркін, өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта бермей. Бәрекелді, тамаша. Өзіңе жаныңа жақын осы, иә? Иә, әрдайым осы өлең. Әдетте осындай өлең жолдарын оқыған кезде үйде анаң тыңдап отыратын шығар, иә? Бәрі тыңдап отырады жаңағы. Әсел ханым, келіңіз. Сізді де әңгімеге тартайық. Енді жалпы балаға тәрбие беру бұл әкенің орны бөлек, ананың орны бөлек деп жатамыз. Отбасы болғаннан кейін, дүниеге бала келгеннен кейін, әрине баланың тәрбиесіне әр ата-ана жақсы қарау керек. Әрбір жетістігі болсын, әрбір қуанышы болсын, жеңілісі болсын, қолдау көрсету керек. Бар жағынан көмектесу керек. Жан жақты болу керек, иә. Сәлем қыздар. Қалайсыңдар? Қайдалар жатсыңдар? Магазинге ма? Енді қайда? Ау? Үлкен апаң қайда тұрады, үлкен апаң? Ана жақта ма? Жарайды. Пока-пока. Ал енді бір үйге кіріп шығайық келгеннен кейін. Апаны көріп тұрып кеттік. Деп жатыр екен. Құрт жай отыр. Апа, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апа? Амансың ба? Қалдарың қалай? Жақсы. Жоғары шық. Біз Қарағанды қаласынан келіп отырмыз, Сарыарқа телеарнасынан. Ауылдарыңызды түсіріп жүрміз. Құрт жайып отырсыз ғой, әдемі болып? Құрт жайып жатырмын. Күнделікті жұмысыңыз ба? Жаз шықса өсіп құрт қайнатам, ірімшік қайнатам. Баспайын қолымыздан келе қоймайды ғой. Содан кейін сонымен айналысып. Онымен айналыспасам уақытта өтпейді. Дұрыс айтасыз. Мен де көмектесейін сізге. Құрақ құрайым, сондай менен. Қазір. Көмектесші бар. Қолымызды жуып жіберейік. Қараңыздар. Кішкентай кезімізде ауылда осылай жуып едік қой. Дәл осылай әлі сақталған. Айнасы да бар екен. Полотенце істейді. Мына жақтан кіремін ғой, апа, иә? Иә, сол жақтан кіресің. Апа? Қазақша өре дейді ғой, жаздың өрем осы. Осыған жайымдағы кешке жақын жиып алам. Апа, есіміңіз кім? Шәмши. Шәмши. Иә. Осы Татан ауылында тұрасыз? Осы жерде тұрам. Туып өстіңіз ба, әлде келінсіз ба? Келінмін. Қасым Аманжоловта туып өскем. Неше балаңыз бар? Бала шағалы болды. Енді 9 балам бар. 5 жыл 4 ай. 5 қыз 4 ұл. Шүкір. Бәрін оқыттық, бәрін жеткіздік. Бәріне бір диплом алып бердік, бәрі оқуда қалада. Қара шаңырақ па бұл? Қара шаңырақ па бұл? Қара шаңырақ, иә. Атамыз бар ма? Атам жоқ, баяғыда қайтыс болды. 93 жылы қайтыс болған. Одан кейін өзіңіз өсірдіңіз ғой балалар? Балаларды өзім өсіріп, өзім жеткіздім. 3-4 үйлендіріп кетті. Одан қалған Кашигарда жұмыс істедім. Ол уақыттан сельсоветаны ол мектепте үлкен контор болды ғой. Сонда от жақтым. Соны бәрі айтады, Кашигар боласыз ба деп. Бәріне өзіңіз кісі тап дейді. Енді іздесем біреу бармайды. Содан кейін абысын ажымды жиып алып,
от жақтық, содан пенсияға шықтым. Ауыл қандай енді? Ауыл жақсы, өркендеп жатыр, өсіп жатыр. Магазиніміз, тамағымыз бәрі бар, көлік барып тұрақ қатысып, таксилер. Жүріп жатады. Жүріп жатады, сонымен баратын жерімізге барамыз. Ауылдың келіндерін айтайық та енді. Келіндері қандай? Келіндер жақсы енді, өзімнің 4 келінім бар. Иә. Үлкенім осы жерде тұрады, келіншегім мұғалім, мына ортаншымның да келіншегі мұғалім. Үлкен ұлым мектепте директор болып істейді. Одан кейінгісі ана жас келін. Сол ептеп жүріп отырмыз. Келіндер бәрі жақсы. Неге келіндерге бермейсіз құрт жаюды? Оған өзім үшін істеймін. Уақытым өтсін деп әйтпесе бәрін істейді бұлар. Осы құртын жайып берем, ірімшігін қайнатып берем, болды. Басқа құрақ құрайым. Құрақта құрайсыз ғой? Иә. Балаларым әйті қолөнер болсыншы деп ұзатқанда қыздарыма берем, көрпе шоғып. Тігіп, түскі күз тігеміз, сондай менен. Сол уақытыңыз өтеді. Уақыт өтеді, иә, сол үшін. Әйтпесе қазір бәрі магазинде толып тұр ғой. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, құрақты тігем деп. Қазір құрт жайып болып көруге бола ма құрақты да? Болады. Мәшинеңіз қандай? Мәшинем өзім. Заманауи ма әлде сол баяғы? Жоқ, баяғы өзімнің 4 күнімнен келген мәшин. Күшті. Оны да көреміз қазір, иә? Иә. Жазда бітіп қалды, апа? Бітті ғой, енді біткен кезде отырамыз сүмірейіп үйде. Істейтін іштеме жоқ. Менің құрттарым үлкен болып отыр ғой, апа, иә? Бола берсін, иә. Менің жайсын бөлек, сіз Кімнің жайсыңыз бөлек жайған екен. құртты деп жеп отырамыз. Дұрыс. Жүріңіз, апа, қол жуып алайық. Иә, мына жақтан жуамыз. Елу 9 жыл тұрмысқа шықтым, сонда берген мәшинесі ғой. Жасауыңыз дейсіз ғой? Иә, өзім менен қоса жасасып келеді. Күшті. Иә, сонымен осындай құрақ құрайым. Әйті, уақыт өтсін. Мынандай жастыққа құрайым. Анау дивандарда әдем болып көрініп тұрады ғой? Иә, соны мынау диванға. Мынандай, осыны бәрін тігіп, мына арасына мақта салып қыздарға берем. Ана көрпеше, қыздардың жасауы ма? Қыздардікі. Ана бір көрпе. Иә. Қаншама еңбек, апа, көзіңіз талмай ма? Талғанда дем алам, одан кейін қайтадан істейм. Арасында дем алмаса көзім ауырады. Қазір енді көзім ептеп көреді. Мынау кішкентай қылып 4 бұрышлы құрап аламын да бірін жалғайсың, сонда осындай үлкен көрпе болып шығады. Мынау енді қолөнер ғой нағыз. Енді біз қазір бір ерекше табиғаты, ерекше жерге келіп жатырмыз, ол бес бойдақ деп аталады. Енді бұның тарихын әдемілеп айтып берсеңіз. Бес бойдақ дегенде неге бес бойдақ? Әртүрлі аңыздар бар. Соның бір вариантын айтайын, бір вариант. Енді ол уақытта
Ана енді тарихтан білсеңіздер, Ақтабан шұбырынды Алқакөл Сұлама жоңғар шапқыншылығы кезінде осы отырған бәріміздің ата-бабаларымыздың барлығы мынау сырдан жоғары Шу өзенінің бойында, Жетісудың оңтүстік жағында жайлаған екен. Негізі ата мекен қоныстары сол жақ екен. Содан жаңағы шапқыншылықтың кезінде бәрі ауа көшіп, осылай қаратай келіп, осы жерге қоныстанған. Бұл шамамен 1735-1740 жылдар шамасы болу керек. Осы жермен содан бері осы біздің ата мекеніміз осы жер 300 жылға таяқ қалды. Біздің өзеннің аты Шақабай, жаңа Қарақаштың өзенінің аты. Бір аңыз бойынша Шақабай деген бай екен. Шақабайдың жалғыз қызы болыпты, Жібек деген. Жібек деген жалғыз қызы бар екен. Жібек ері жетеді. Жібекті өзі атастырған жері бар екен. Солған үйленерім, соған тұрмысқа ұзатам деп жүргенде Жібектің өзінің ұнатқан, жақсы көрген жігіті бар екен. Сол жігіттері өздері ағайынды жігіттер төртеу екен. Бірімен бірі құрдас, ағайындас 4 жігіт екен. Солар енді қыз хабар береді, мен ұзатайын деп жатыр дейді. Содан бір күні түнде келіп, ұзатардан бір күн болып қызды алып қашады. Содан алып қашып, барлығы 4 жігіт бар, бір қыз бар. Осы жаңағы шатқал терең салма, жаңа 5 бойдақ деп отырмыз ғой, сол жерге паналаған екен. Сол жерде тығылған. Ішінің бәрі оның ағаш, ешкім біле қоймайды, көп адам бара қоймайды, ішінде суы бар, ағып жатқан бәрі бар. Содан сол жерде паналап, бұл күзді күні болса керек. Содан олай іздейді, бұлай іздейді, жан-жаққа жаңағы ат шаптырады, іздестер таба алмайды ғой. Бұлар сонда жата береді. Түн жамылып, елден барып жаңағындай тамақ бірдемесін әйтеу тасиды, онда енді жәрдемдесетін адамдар бар ғой, ешкім білмейді. Сөйтіп күн көріп жүреді жігіттер, таудан ол кезде де Арқар деген мол ғой. Сол кезде аң аулап жаңағындай сол жерде өздері тамағын істеп ішіп күнін көріп жатады. Содан күз түсіп, күз аяқталып, ең алғашқы қыстың қалың бораны соғады ғой. Сол боранда бірінші алғашқы қатты боран болады. Жігіттер жоқ, жаңағы үңгірдің ішінде қалған Жібек. Содан сыртқа шығып, от жағайын деп, дәл үңгірдің жаңағы шатқалдың жоғары жағында тоғай бар, қалдың ағаш. Содан шығады, жаңағы ішінен қураған ағаштарын теріп от жағады ғой. Соған шыққан екен. Содан жаңағындай аңыз бойынша қасқыр, бір топ аш қасқыр кездесіп, жаңа қызды қасқырлар жеп кетеді. Енді жігіттер аңнан оралса қыз жоқ. Олай іздейді, бұлай іздейді. Содан жаңағы қарда, боранда ағаштардың басына, тобылғының басына ілініп қалған қыздың киімдерін көрді. Әр жерде қалған. Содан білдеді, қасқыр жеген. Содан не істейді? Содан енді қыс өтіп, көктем шыққанда жаңағы жердің қыздың денесінің қалдықтары тауылады. Сол талған денесін апарып бейіт соғады. Қазір ғана сол уақыттағы аңыз бойынша жалғыз мұла деген зират бар, ана бағаната там міне көрді келе жатқанда өзеннің жағасында шошақ бейіт, қазір әбден тозған, төбесі бір опырайып түскен. Сол қызға жаңағы жерден әкесі бейіт салдырған екен. Соны жаңағы Жібекке арнап, жалғыз мұла деген. Бұл енді өте ертедегі тарих. Бұны біздің үлкен ақсақалдарымыздың айтуы бойынша аңыз осыны біледі. Ол бізде бұрынғы адамдар тұрған. Ол осында жаңағы 300 жылдарда бұрын тұрған адамдардан болған болу керек. Мал азығын қысқы дайындап жатырмыз. Осынау ауылдан биыл Алыстау келдік. Содан 25 шақырым жерден шауып жатырмыз. Әдетте осылай алысқа кетуші едіңіздер, әлде жақын маңда шөп болушы ма еді? Жақын маңда шөп болатын. Биыл енді ауа райына байланысты құрғақшылық болды. Жаздың басы қатты ыстық болды, шөп болған жоқ. Содан осындай мына мал аяғы баспаған сыртқары келіп шауып жатырмыз. Бірінші рет болып жатыр ма осылай 25 шақырым? Жоқ, бұл
осындай құрғақшылық жылдары келіп тұрамыз. Алысқа кетіп отырасыз. Алысқа кетіп тұрамыз. Ал енді жалпы мынау Қалқаман шаруа қожалығы бұл қай жылдан бастап жұмыс жасап жатыр? Тарихына өзі. Қалқаман шаруа қожалығы бұл 98 жылдан жаңа совхоз тарағандан бері басталды. 27 жыл болды. Иә, содан бері сол кезде құрылдық. Сол тараған кезде бәрі жаңа 11 деңе семья болған. Оның біразы сол жас келгендер пенсияға шығып қалаға кетті. Көбісі қалаға көшіп кетті. Біраз қайтыс болды. Қазіргі енді осы өз семьямызбен қалдық, өз бала шағамыз, бауыр, қарындастар. Бауырларым, қарындастарым бәрі тұрмыста. Иә. Бұл жерде қанша адам жұмыс жасайсыздар? Енді әдетте шаруа қожалықтар жұмыс жасағанда ауылдың тұрғындарын жұмыспен қамтып жатады. Енді мен түсінгенім бойынша сіздер өз отбасы, ағайын бауырларыңызбен жұмыс жасайсыздар. Иә, бізде қазір мынау бұрын балалар оқып жатқан кезде істеді, ауылда осындай сезон уақытысында. Қазір енді балалар келді, өздері өзіміз осы сіздерге көмектесеміз, осы жерде сіздер жұмыс істейміз деп. Өз мамандықтар бойынша істеген жоқ. Істеген жоқ, олар оқыды, біреу 1-2 жыл істеді, біреу жарты жыл істеді. Қайтып келді осы ауылға. Енді кішкентайдан сіздің қасыңызда өстіп өскен ғой. Сол қазір көмектесіп жатырмын, өзіміз бәрі семьямызбен істеп жатырмыз. Бұрын ағайындар болды, нағашыларым болды, ол кісілер бәрі қазір қалаға балалармен бәрі сол қалаға көшіп кетті. Неге Қалқаман шаруа қожалығы? Қалқаман шаруа қожалығы ол жаңа әкеміздің атына қойылған. Сол кісінің атына қойылған. Енді жаңа бір сөз естіп жатырмын. Арасында айтып жатсыздар, қоныс деп, мына жерді. Үйді. Қос деп айтасыздар. Қосында шөпшілер уже. Иә, қоста келген адам қостан құр шықпау керек дедіңіздер. Бұл бір сөз ырым ба? Көнеден атадан қалған. Ол өз бұрынғы қазақтан қалған не ғой сол? Иә. Қостан құр шықпа дейді сол. Келген адам міндетті түрде шай ішу керек. Шай ішеді, ауыз тиеді. Нан ауыз тиеді. Нан тиеді, кәмпитін жеп. Бұл қоста мысалы ешкім жоқ болса да, мысалы қарныңыз ашып келе жатса да, оны шай ішіп, просто бірдеңесін алып кетпейді ғой ол. Қостан ол бұрынғыдан солай кетті. Шайын ішеді, мысалы тамақ тұрса тамағын істеп ішіп, рахметін айтып кете береді. Жауып, бесігін жауып, нетіп кете беруге болады. Кіріп көрейік онда қосқа. Бұл жаздық осы шөпшілердің қосы шөп біткеннен бәрін алып қайтамыз қайтадан. Кішкентай үй, иә? Ішінде барлық жағдай бар. Жағдайдың бәрі бар. От жағады ма әлде? Жоқ, газ. О, есім жоқ қойды. Хоп. Охо, кішкентай ғана үй. 4 орындық төсек, мына жақта тамақ ішуге. Газбен дедіңіз, е? Газбен, газ тұр. Тоңса пеш жағады. Тоңса түңгілікте жатқанда пеш жағуға болады. Мынау солнечный немен тұр. Светтері бар. Күшті. Барлық жағдай жасалып қойған. Иә, мынау жатын жағы. Мына жақта тамақ істеп шай ішеді. Тамақтан істеп ішетін жер. Жасұлан мырза, енді Темірші ауылдық округте жатырмыз, иә? Жалпы енді бұл жақта қанша ауыл бар құрамына кіретін, сосын қанша тұрғын? Бізде енді 3 елді мекен болып есептелінеді. Орталық осы Татан ауылы. Сонымен Қарағаш бөлімшесі бар, Жарбастау. Үшеуі. Енді халық саны қазіргі таңда 1012 болып тұрмыз біз, енді есеп бойынша. Оның жаңағы 240-ы Қарағашта тұрады да, 25-і Айналдықта тұрады. Қалғаны осы Татанда? Иә, Татанда тұрады. Татанда қазіргі таңда өзі 120 ауылы бар. Қазіргі халық тұрып атып, жұмыс істеп атқаны. Енді орта мектебіміз бар. Қарағашта бір негізгі мектеп бар. О жақта 8 сынып, е? 9 сынып. 9 сынып, мұн жақта 11 сыныптық, иә. Енді жалпы Татан ауылында не бар бізде? Не жетіспей жатады? Енді Татан ауылы бізде ауыл шаруашылық біз несіне сатамыз ғой, саласы бойынша. Бұл жерде халықтың дені көбісі малмен айналысады. Енді ірі қара, қой, жылқы өсіреді. Енді ауыл шаруашылығына ден қойған, сонымен қоса бізде егістік алқабы кішкене азайып барады жылдан жылға. Бұрындары 2000 гектарға егін себетін болсақ, биылғы жылы 400 гектар ғана септік.
Ол жердің қуаңшылығы, жаңағы жаңбырдың жоқтығы, міне 2 жыл болды, қазір жаңбыр да аз, түсім де жоқ, соған байланысты тек қана қазір малға ғана дем беріп отырмыз біз. Енді ауылдағы ең үлкен мәселе. Енді ауылдағы ең үлкен мәселе қазіргі таңдағы енді мәселе туғызатын ғой біздердегі. Біздердегі мынау интернет желісі. Енді қазір мынау әрбір үйге мынау интернеттің шешу жолы қылып 2022 жылы әкім болып сайланған жылдары осы трансляция орнатқанбыз біз. Жаңағыдай спутник арқылы қабылдау, Wi-Fi арқылы интернетте. Енді сол енді келер жылға негізі 26-да бізге анау балаконный связь дейді ғой, сонда келу жоспарда тұр. Содан кейін біздегі ең өзекті мәселе бұл ауылдағы ауыз су. Мысалы біздің ауылда қазір жанымызда ешқандай жаңада байқадыңыз, бірақ өзен мынау мал тіршілік көзі ғой, малға бәріне адамға су керек. Енді бізде мысалы мына судың өзі 72 жылы тартылған. Содан бері жөндеу көрмей тұр. Бірақ қазір үйде су бар, енді ол тоқтап тұрған жоқ. Но дегенмен келешекте ол жарылады. Қыстың күні мысалы проблема туғызады, жаңа сулар жарылады. Сол қайта мынау жердің біздің қатты глина дейді ғой, сондай ғой. Содан мынау жарылған жердің тығыздылығы қатты да, жердің бетіне жаңа тесілген жерден су шығады да. Сонымен қазып өз күшімізбен біз жаңа қалпына келтіреміз. Енді Қарағашта оған қарағанда су тіршілік көзі шешілген ол жерде. «380 шақырымды артқа тастап, Темірші ауылдық округіне жасаған саяхатымыз өзінің мәресіне жетті. Құрметті көрермен, әдеттегідей лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі қандай ауыл, оны да міндетті түрде жаза кетіңіздер. Аман, сау болыңыздар.